Ассалаумағалейкум қазақ елі. Тайбурылды үйірден шығарып жатырмыз. Бұйырса сатылды. Енді есін айтуым бойынша Бауыржан Оспанов ағамыздың шаруашылығына сыйлық ретінде кетіп барады. Осындай 5 жасар. Биыл 6-ға толады бұйырса. Өзімде 1 жыл үйірде жүрді. Енді басқа айғырлар саламын. Негізі Карачай бір айғыр шығып тұрған. Үлгермей қалдым негізі. Соған қызығып бұны сатам деп ойлағым. Өте биік, 1.70 үстінде айғыр болған, бірақ ол сатылып кетті. Енді көреміз. Басқа да айғырларым бар, соны жібереміз. Тайбурылды енді өкпеміз жоқ. 1 жыл үйірді ұстап берді. Бұйырса шұбар құлындар күтедеміз. Қазір рысақтар алдық, неше түрлі бағыт өзгеріп отқаннан кейін бізге кішкене үлкен жылқылар керек мініске. Биік, әдемі. Бірақ бұйырса Тайбурылдан шұбарлар шықса, менде тағы да шұбарлар бар. Өзі 3 цветтік айғыр. Әкесі қара бай шұбар болған. Бұл өзі аяқтары қара шұбарды, үсті қызыл шұбар. Негізі міністі көтереді, күйін түсірмейді. Осы тауда 1-ші жыл. Таудың шөбі өтеді, онда құнары жоқ. Кішкене сәл-пәл арықтапты. Осындай жағдай, осындай айғыр. Өте әдемі, жуас, мінгі. Тайбурыл. Бірақ өзім бір-ақ рет мінгем, ал келгелі бері. Мына жағында да қара жалдары бар. Қара. Сұлу айғыр өзі осындай. Бұйырса Алакөл агрода да шұбар айғырлар, жылқылар көбейе берсін.